1960 жылы Ілияс Қазақстанның бюджетін жоспарлайтын комитеттің тізгінін ұстайды. Бұл биліктің де ықпалын қазақ мәдениетін күшейтуге жұмсады. Қазақ халқының сауатын көтеретін мәдени ошақтарды қаптатып ашып тастады. Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи мен Тараздағы Айша бибі қараусыз қалған кесенесі тұңғыш рет үкіметтің назарына ілікті. Әсіресе Яссауи кесенесін реставрация жасау үшін глазур өндіріп шығаратын шеберлер жинау жұмысы жолға қойылды. Орта ғасырдан бері топырақ астында қалған Отырар қаласын аршып, зерттеу де Ілиястың кезінде қолға алынды. Оның мықты экономист ретіндегі білікті қабілетін байқаған Мәскеудегі шенеуніктер Омаровты бізге беріңдер деп құда түсті. Әдетте Алматы ондайға көне қоймайтын, себебі ондай мықтыны қол астында бақылауда ұстаған тиімді. Оның қызметі өсіп, Мәскеуге кетсе Алматыдағы көсемдерге ауыр соғуы мүмкін. 1967 жылы Ілияс ойда жоқта мәдениет министрі болып тағайындалды. Апам таң-таң, мен таң-таң дегендей, оны өзі де өзге халықта күтпеді. Оқыс шешімге Мәскеудегі шенеуніктер де таңғалып, дарынды экономисті мәдениет министрі еткен несі, орнына қайтарыңдар деп араласты. Сонда Алматы жақ айып бізден емес, қызметке сұранып келген өзі деп жауап береді. Бұл жалтарма жауаптың жаны бар, себебі Ілияс шешуші шайқас экономикада емес, мәдениетте жатқанын жақсы білетін. Яғни қарным тойса болды, мәдениетті сосын көреміз дейтін тоғышар философияға сенбеген. Селге сел қосылса жұт болады, елге ел қосылса құт болады дегендей. Ілиястың елдік санасына өзбек әлінің халықтық арманы қосылғанда, шын мағынасында қазақ халқына құт болып шашылды. Министр болып отырған шағында Ілияс гүлдер мен жас балет хореографтар ансамблін құрды. Болгариядағы бүліктен соң ұлттық нақышқа беретін қыздар ансамблін күшейту негізгі приоритетке айналды. Одан бөлік алыстағы ауыл аймақта өнері қор болған талантты термешілер, дәстүрлі әншілер, жыршылар профессионалдық тұрғыдан өсе алмайтын. Себебі оларды үлкен сахнаға дайындайтын оқу орны жоқ еді. Бұл проблема да Ілиястың кезінде реттелді. Яғни Елебеков атындағы эстрада цирк колледжі ашылды. Оған қоса Алматыда цирк ғимараты соғылып, қалаға өркениет жаңа нышанын әкелді. Әдетте цирк сияқты күрделі өнер ошағын салудың машақаты зор, ал қаржысын бөлдіру одан 10 есе қиын. Ілияс одақтың қаржы министріндегі беделін пайдаланып, қаражатты бөгетсіз бөлгізді. Мәдениет министрінің кабинетінде Ілияс 3 жыл отырған. 3 жылда қазақ жұртына мәңгілік шабыт пен сарқылмас рухани құндылықтың қайнарын қалдырып кетті. Бұл кітапта Ілияс жайлы кең көсіліп жаза алмаймыз, себебі кітап өзбекәліге арналған. Мәдени майдан жайлы ұғымды түсіндіру үшін ғана Ілияс жайлы оқырманға аз кем ақпарат бердік. Адам болмысын зерттейтін экзистенциялық философия бүйдейді. Адамның бәсін өзге мақұлықтан артық ететін бір қасиеті бар. Ол саналы болмыстың айналасына ақыл мен тануы, және ақылдың күшімен өзінің ой санасын бақылап, ой ағысында жүріп жатқан ойлану құбылысына саналы түрде сараптап тұруы. Бұл үлкен мұғжиза саналады. Енді мынадай сұрақ қояйық. Пенде осы мұғжизаға қалай қол жеткізе алады? Қайтсе оның сергек санасы мүлгіп жануарлық деңгейге құлап кетпейді. Сырттағы оқиға мен сана ішіндегі құбылысты қатар бақылап, тиімді басқара алатындай биік қасиетті қайтып қолға қондырады. Жауабы қысқа. Кез келген пенде Құдай алдында, халық алдында, ар алдында жауапкершілік арқалауы керек. Жауапкершілік алған сәтте оның санасы ең биік режимде мүлтіксіз жұмыс істейді. Бұл борыштан бас тартып, тоғышарлық өмір салтына өз еркімен берілгенде, ой санасының өзіне іштен танып, сезіп, біліп, бақылап тұратын адами қасиеті сөнеді. Адамның осындай қасиетін танығыңыз келсе, Ілияс Омаровтың соңғы хатын оқып көріңіз, бәрі түсінікті. Қадірлі достарым, халім ауыр. Ажалмен бір адамдай-ақ арпалысып едім, ол енді жеңіп барады. Қол жетер жерде менің сағатым жатыр. Оның тиегі менің соңғалар тынысымды есептеп қойғандай. Мына өмірмен қоштас деп маған тықылдап ескертіп жатқандай көрінеді. Жанымда балам Алтай отыр. Бұл хатты соған жазғызып отырмын. Өзімнің шамам жетпейді. Менің өзегімді бір өкініш өртеп бара жатыр. Ол менің халық алдындағы перзенттік парызым. Оны орындай алмай, шерменде болып кетіп барамын. Жатсам, тұрсам, сол өкініш жүрегімді өртеп, еңсемді зіл басады. Әттең, өмірім сәл ғана созылса, сол арманды орындар едім деп ойлаймын. Мені шерменде күйге түсірген арманым
халқымның мәдени өрісі мен бай мұрасын зерттеу. Әлемге паш етіп, біз де ұлы халық болғанбыз, бізден де мықты ер өткен деп мақтану еді. Мен лайықты еңбек ете алмадым, жігерімді жалқаулық басып, әлде қандай аз күш жұмсадым. Соның өкініші өзекті өртейді. Бұл адам өмірінде бір-ақ рет келетін сәт. Өлген соң халқымның мәдениетін қызғыштай қорғауға енді мүмкіндігім келмес. Келешек жастардікі ғой, мен соларға сенемін. Ел аман болса, ер туғызбай қоймас деген. Осы мәдениетте қорғайтын әлі талай ерлер өмірге келер. Тек уайымым, олар ішкенге мәз, жегенге тоқ ұрпақ болмаса екен. Ел сүйгіш ұрпақ болу үшін әуелі үлкен армандар қалау керек. Ол арман халықтың мұрасы. Мен үшін қазақ халқы деген ұлттың әні, жыры, күй мұрасы, аңыз дастаны, мәдениеті, салт дәстүрі, тарихы. Егер осылар шашылатын болса, онда қазақ деген халықта болмайды. Ел мәңгі тірі болу үшін біз оларды жаңғыртып, жаңартып, әр дәуірдің талғамына сай бояуын беріп, кестесін тігуіміз керек. Менің көзімді, көңіл сарайымды халқымның осы мұралары жаулап алған. Мен оларды бір сәтте ойлауды тоқтатпадым. Қазақ мұрасын ойлап ұйықтау, соны ойлап ояну қандай ғанибет әрі абыройлы істесеңізші. Оларды ойлаған сайын ел алдындағы үлкен парызым есіме түседі. Олар мені шаршатпай, сусасам шөлдетпей, қарным ашса тоқтығын білдіріп, уайымға батсам жаныма шаттық сеуіп тұрды. Көне мұраны тірілтіп, арғы бергі тарихты ұрпаққа көрсетіп, әлемге паш ету неткен ол өседі. Осы идеяны ел сүйгіш арманды бойына сіңірген адам ғана биік жауапкершілікке ие болады. Жауапкершілік неғұрлым терең оймен, ақыл парасатпен, махаббатпен игерілгенде ғана халық алдындағы парыз өтелмек. Бұл нағыз азаматтық ерлік жолы. Ғазиз бауырларым, үзеңгілес достарым, баршаңызға ақтық рет ой көзіммен қарап, көңіл құсыммен бір қауышып, келмес, көрмес сапарға аттанып бара жатырмын. Ел мұрасы өздеріңе аманат. Мен соңғы халім қалғанша бай мұрамызды сақтап, жаңғыртып, паш ету үшін күрестім. Ендігі жол сендердікі. Ілияс 1970 жылы 57 жасында емі жоқ дерттен опат болады. Көз жұмардан бұрын Өзбекәліні шақырып, бақылдасып өсиет айтады. Советтік медицинаның енді маған өкпесі жоқ шығар, коммунистік партияның да маған өкпесі болмауы керек. Өлер шағымда қазақ болып өлейін, мұсылманша желі ұйымдастырыңдар. Молда жаназамды шығарсын деп тапсырған. Елім үшін өнімді еңбек ете алмадым деп өкінішпен өліп бара жатқан мәдениет министрінің артында қыруар еңбек қалды. 6 кітап, 300-ден аса ғылыми мақала жазып кетіпті. Тәуелсіз Қазақстанда дәл осы қызметте отырған министрлердің артында кітап қалмай-ақ қойсын. Резонанс тудырған бір мақаласы сақталды ма екен? Олар кітап жазбай-ақ қойсын. Темірбек, Ілияс, Өзбекәліден мирасқа қалған кітаптарды тауып оқыса да шүкір дейміз. Жалпы қазақ мәдениетінде болып жатқан құбылыстар мен оқиғалардан хабардар болып отырса, соның өзі деңгей саналады. Себебі 2022 жылы бір жанашыр топ Өзбекәлі Жәнібектің атын Шымкенттегі бір оқу орнына беру жайында билікке ұсыныс айтқан еді. Оның атын оқу орнына беретіндей Өзбекәлі Жәнібектің қазақ қоғамына не еңбегі сіңіпті деген жауабы оларды есеңгіретіп тастады. Кейін бір жылдан соң 2023 жылы тамызда Шымкент пединститутының атын Өзбекәлінің есімімен атауға әрең дегенде қол жеткізді. Жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісов бүйдейді. Қазақ тарихында ұлттың мәдени уызына жарыған 3 мәдениет министрі болды. Олар Темірбек, Ілияс, Өзбекәлі. Жазушының бұлай деп айтуына негізде жоқ емес. Себебі үшеуі талантты әнші, биші, күйшілердің түрі мен өнерін жатқа білгенін айтпағанда, қазақтың ұсақ түйек ою өрнегіне шейін дәл танып, бір деталінің өзіне 2 сағат академиялық лекция оқып беретін потенциалы болған. Ғазиза Жұбанова естелігінде мен Ілияс аға қатыспаған опера мен балет, симфония немесе ораторий, драмалық спектакльдің, болмаса эстрадалық концерттің премьерасын білмеймін. Ол жазушылардың, композиторлар мен суретшілердің жаңа туындысын біліп отыратын. Шығармашылық адамдармен жиі араласып, олардың алдында үлкен беделге ие еді деп жазды. Ілияс тіпті Қасым Аманжоловтың да өз өлеңін жатқа оқып, сөзден тосқан деген әңгіме бар.
Қасымға Алматыдан атқа мінерлер үй бермей қойыпты деген әңгімені барлық қазақ біледі. Ол жайында ақынның «Берсең бер, бермесең қой баспанаңды, бәрібір тастамаймын астанамды. Өлеңнің отын жағып жылытармын, өзімді, әйелімді, жас баламды» деген өлеңі де бар. Бір күні Қасымның әйелі Ілияс деген кісіні жұрт мақтайды. Алдына кірген кісіні құр қайтармайды екен. Барып баспанаға мұқтаж екенімізді айтайық, бізге де шарапаты тиер дейді. Сөйтіп Қасым мен әйелі 1949 жылы пәтер сұрап Ілиясқа келіпті. Әйелі тыста күтеді де Қасым кабинетке кіріп кетеді. Өзін таныстырып, «Омарұлы Ілияс сіз екенсіз, ойланарсыз, толғанып іс етерсіз. Күйсіз өмір секілді өлеңім бар, кей жерлерін өзіңіз түзетерсіз. Жасап көрген емеспін сөз саудасын, тебіренгеннен тереңнен шығар даусым, туған ел өлеңнен құя салған, алдыңызда отырған мынау Қасым» дейді. Ілияс оған қарап, «Ақын Қасымды кім білмейді, сенің өлеңдеріңді бала-шағамызбен бірге отырып жаттаймыз ғой» дейді де 10 шақты өлеңін өзіне жатқа оқып береді. Тіпті кейбір өлеңдерін талдап, кейбіріне сын айтып баға береді. Сол жерде екеуі 2 сағат отырып әлем әдебиеті мен қазақ әдебиеті жайлы сұрапыл сұхбат құрыпты. Министрдің мынадай деңгейін көрген Қасымның есінен танғаны сонша үй сұрауды ұмытып кетіпті. Далаға шықса әйелі күтіп тұр екен. Ол не дейді, үй беретін болды ма деп сұрапты. Сонда Қасым: «Әй қатын, сен де қайдағы жоқты сұрайсың. Министр өлеңіңді жатқа оқып отырса, үйдің не керегі бар» деген екен. Ілияс Қасымның бұл бұйымтайын айтпай-ақ түсінген еді. Қалалық кеңес төрағасы Хафиз Айбасовқа бұйырып, ұзамай пәтер әперді. Осындай телегей теңіз білім иесі болса да, Ілиясты большевик қазақтар какой-то плановик деп қасақана кемсітетін. Ал бұл плановик Әуезов оқуларын іске қосқан батырлардың бірі еді. Оқиға былай болған. Өзбекәлі Мәскеу мен Петербурға барған сайын Алматыға тың идеялар таситын. Ол жақта Толстой оқуы, Чехов оқуы, Достоевский оқуы деген үйірмелер бар. Үйірмені мүйіз қарағайдай профессорлар жүргізеді. Өзбекәлі осыны көріп, неге Алматыда осындай үйірме ашпаймыз деп ойланады. Сөйтіп бұл ойын Ілияс Омаровпен бөліседі. Ілияс ағасы да одан да кең ойлайды екен. Ол тіпті Сәбит пен Мұхтардың атына үй салдырып, болашақта оны музейге айландыру үшін бюджет жоспарына енгізіп тастапты. Бірақ оның бұл ойын кәрі коммунистер біліп қойып, бюджеттің ақшасын орынсыз жұмсады деп дау шығарады. Соның кесірінен Сәбиттің үйі бітпей балабақшаға айналады да, ал Мұхтар өз ақшасын үйіне бітіріп алады. Ол үй қазір музей болып тұр. Хош, сонымен Өзбекәлі 1962 жылы Қазмуде Әуезов оқулары деген клуб ашады. Енді оның ашылу салтанатында танымал тұлғалар сөз сөйлеу керек. Сәбит бас тартады. Ғабит шетелде жүр екен. Ғабиде Мұстафин ауруханада жатыр. Амалдың жоғынан сол жиынға Өзбекәлі Ілияс ағасын шақырады. Қазақ әдебиетінен бөлек әлем әдебиетін сіңіріп алған Ілияс 45 минут көсіледі. Жай көсіле салмайды. Ұлттық педагогика деген тың ұғымды аудиторияға ақтарып салады. Яғни қазақ халқы ауыз әдебиетімен сусындап өсу керек, сонда ғана ғұмыр ұзақ ел боламыз деп коммунистер үшін аса қауіпті идеяны бұрқ еткізеді. Өзбекәлінің өзі осы жиында ұлттық педагогика деген атауды бірінші рет естіп таңғалады. Кейін сол идеямен ауырады. Бәрін бақылауда ұстап отырған бюродағы адал коммунистер мұндайды мүлт жібермейді. Ертесі күні Өзбекәліні орталық комитетке Нұрымбек Жанділдин шақырады. Ол кеше Әуезов оқуларында қайдағы бір плановикке баяндама жасатқаның, қайсасқаның деп қысым қалады. Өзбекәлі тай салмай жағдайды баяндай келе, сонда не баяндаманы Ілияс Омаров емес Николай Ановқа берейін бе деп басшының арынын басып тастайды. Ұтымды жауапқа кілт тоқтаған Жанділдин байқамай бүгіп отырған бір саусағын көрсетіп қояды. Жә, қыз балам ба Өзбекәлі, әлгі Әуезов оқулары жақсы шара, бірақ Омаровтың құйрығында сөнбеген шала бар ғой, шала. Соны неге байқамайсың? Сосын Ілияс Омаровтың әдебиетте не шаруасы бар дейді. Сөнбей қалған шала 1952 жыл Бекмахановтармен болған қуғын сүргін, яғни 1962 жылдың өзінде Ілиясты кезінде қудалаған, ұлтшылдық санадан толық арылмаған, қауіпті элемент деп бақылауда ұстап отырған. Егер осындай аяқта тұсау, баста бұғау болса, Ілияс Омаров қазақ мәдениеті үшін қандай деңгейде мұра қалдыратынын есептей беріңіз. Ілияс Омаровтың көрегендігін мынадан біліңіз. Еуропа мен Ресейде классик ойшылдар мен жазушылар тұрған үй, олар өлгеннен соң бірден музейге айналады. Толстой тұрған үй Ясная Поляна, Тургеневтің үйі, Пушкиннің үйі, Гетенің үйі,
Канттың үйі деп кете береді. Бұлардың бәрі қазір турист шақыратын мемлекеттік маңызы бар объектіге айналған. Ал бізде 2-ақ жазушының үйі сақталып қалған. Оның біреуі Қотандағы Оралхан Бөкейдің қара шаңырағы, бірақ ол музейге айналмаған. Түсініксіз себеппен мемлекеттік қарауына өтпей қалған. Сондықтан қазір есік терезесіне шеге қағылып қараусыз тұр. Екіншісі Алматыда Мұхтар Әуезовтің үйі. Оның өзін алдын ала жоспарлап, кейін ұрпаққа музей түрінде мұрағаттап кеткен Ілияс Омаров. Оның осы ерлігі болмағанда Мұхтардан да үй қалмас еді. Бұдан кейін Ілияс Омаровтың мынадай идеясын іліп әкететін есі дұрыс басшы болмады. Оның кесірінен беріде қайтыс болған ешбір жазушының үйі музейге айналмаған. Олардың бәрі дерлік қуықтай пәтерде тұрған. Оларға Мұхтарға соққандай үй салып беру, кейін оны музейге айналдыру ешкімнің миына кіріп шықпаған. Кейде олар тұрған үйдің сыртына мұнда жазушы ма, не ғалым, Пәленшеев тұрған деген екі сөйлемнен тұратын тақтай шәрініп тұрады. Қосымша бір деталь болсын. Бауыржан Момышұлының даңқы жер жарып тұрғанда, оның көзі тірі аңыз адаммен тікелей сұхбаттасып, онымен фотоға түсу талай шетелдіктің арманы болған. Парижде тұратын бір әскери офицердің қарындасы ғылыми жұмыспен Мәскеуге аттанады. Сол кезде офицер ағасы оған: "Ақыр СССРге бара жатырсың. Қалайда Бауыржан Момышұлымен жолық, оған сәлемімді жеткіз, оны тірідей көру арманым" деп аманат жүктейді. Қарындасы Мәскеуге келгесін ағасының өтінішін айтады. Ол кезде Бауыржан отставкаға шығып, Алматыда қуықтай пәтерде тұрып жатқан. Парижден келген құрметті қонақты осы советтік пәтерде қабылдап, сұрақтарына жауап беріп, Мәскеуге шығарып салады. Бұлай қарасаң, Момышұлы феномені қазақтың ғана емес, адамзаттың тарихында кездесетін сирек құбылыс. Осындай тұлғаның екінші дүниежүзілік соғыста өліп кетпей, 1982 жылға дейін Алматыда өмір сүргені таңғажайып оқиға. Есі дұрыс билік болса, азаматын бағалап, оның алаңсыз өмір сүріп, шығармашылықпен шұғылдануына жағдай жасар еді. Осындай тау тұлғаға бірде-бір үй құймаған. Қазіргі буын Момышұлы бейнесін ұмыта бастады. Оны танытайын десең, музейге айналған үйі жоқ, қабірі Кеңсайда. Жеке музейі Жамбыл облысының бір ауылында, екінің бірі жете алмайды. Тарихтың доңғалағы тоқтап қалмай әлі де айналып тұр. Қазір де қазақ қоғамында шығармашылықпен айналысып, ел жұртын жарыққа сүйреп келе жатқан классик жазушылар бар. Көзі тірі қариялардан Мұхтар Мағауин, Мекемтас Мырзахмет, Мұхтар Шаханов, Дулат Исабеков, Төлен Әбдік, Әкім Таразилар арамызда жүр. Өкінішке орай оларды қамқорлыққа алып, мұрасын музейге айналдыратын Ілиястардың жоғы сезіледі. Портреттің терең сыры. Сонымен Ілияс Омаровтың кабинетінде ілініп тұрған портрет есіңізде шығар. 37-де халық жауы деп аталып, 1957 жыл ақталған қайраткерді 1967 жылы кабинетінде әспеттеп іліп қою үшін де батырлық керек. Ол заманда айтпағанда, қазірдің өзінде карьера қуған шенеунік сотталып, ақталған қайраткермен жария фотоға түспейді. Кабинетке президенттен басқа ешкімнің портретін іле алмайсың. Ал Ілиястың кабинетіне кірген адам Темірбектің суретін таңданыспен қабылдаған. Бір күні оның кабинетіне СССР-дің мәдениет министрі Екатерина Фурцева келеді. Ол да бейтаныс бейнені көріп, бұл кісі кім дейді. Бұл атақты темір нарком атанған Жүргенов деген біздің мәдени қайраткер. Сіңірген еңбегі көп, жазықсыз сотталып, артынан ақталған адам деп Ілияс марқұм Темірбек ағасы жайлы жарты сағат тебірене баяндайды. Үнсіз тыңдаған одақ министрі: "Оған деген махаббатыңызды түсініп отырмын, бірақ сонда да сақ болыңыз. Елдің бәрі мен сияқты түсіне бермейді. Білесіз бе, сіздің үстіңізден күн сайын тонна арыз түседі. Бүйте берсе жуық арада қазақтардан келетін арыз шағым бөлімі деген бөлім департамент ашатын шығармыз" деп әлі де қауіптің толық сейілмегенін қалжыңмен жеткізеді. Айтпаса да түсінікті, бұл арыздың 90%-ы ұлтшыл Ілиястың үстінен жазылатын. Ілияс Қазақфильмде директор болып отырғанда, шаң басқан қоймадан Темірбек ағасының кішкентай фотосын кездейсоқ тауып алыпты. Асыл азаматтың ғазиз бейнесін үлкейтіп үйіне әкеп төргеледі. Министр болған күннің ертесінде оны өзімен бірге жұмысқа келеді де кабинеттің төріне салтанатпен іліп қояды. Қанабек Байсейітұлы келіп, бұл қалай болғаны дегенде, бұл кісі болмағанда мен министр, ал сен танымал әртіс болмас едің деуінің себебін де тарқатқанбыз. 1933 жылы Темірбек Жүргенов Қазақ ССР-ның халық ағарту комиссары болып тағайындалды. Біздің тілмен айтсақ, білім мен мәдениетті қатар жүргізетін министр лауазымы. Бұл елде бір жыл бұрын алапат аштық болған.
6 миллион қазақтың жартысы бір жылда жер жастанған. Бұған дейін сән салтанаты дүрілдеп, ән, күй, жыр, ауыз әдебиетімен сыңсып тұрған қазақ даласы сұрықсыз қоғамға айналды. Енді өкіметтің күшімен қазақ мәдениетін құтқарып қалмаса, бұрынғыдай табиғи жолмен өзін ұстап тұра алмайды. Бұрын өнерпаз атаулының бәрі жомарт байлар мен ел жұрттың арқасында мәдени өнім беріп жүретін. 1928 жылы Кампескеден соң елде бай қалмады. Совет үкіметі бай мен кедейді теңестіріп, мәдени кеңістікті қаңыратып жіберді. Шұғыл кіріспесе, аман қалған 3 миллион қазақтың қолында қалған мәдени байлықтан дайырлады. Осыны түсінген Темірбек креслоға отырған күні іске кірісті. Ол алдымен халықтың музыкалық мұрасын жинауды бастады. Қазақ елінің тәуелсіз республика болуы осы нүктеден басталады. Өзіңнің дербес ел бола алатының анық сенім керек. Ондай сенімді тамырын тарихтың тереңіне тартатын бай мәдени мұраңнан аласың. Мәдениеті құлаған халықтың бәрі тәуелсіз болуға тырыспайды. Міндетті түрде экономикасы қуатты, ірі державаның қол астына кіргісі келіп тұрады. Қарындағы қазақ үшін өмір сүретін тобыр халыққа бұл ең тиімді әдіс. Темірбек келерден бұрын Қазақстанның СССР құрамындағы саяси мәртебесі шатқаяқтап тұрған. Бұны мынадан білесіз. Әлсіз республикалар федерацияның құрамында автономиялық статуспен отырған, соның бірі Қазақ СССР. Салыстыру үшін қараңыз, 1922 жылы Ресей СССР, Украина СССР, Беларусь СССР, 1924 жылы Өзбек СССР, Түркімен СССР, Әзербайжан СССР, Армян СССР, Грузин СССР, 1929 жылы Тәжік СССР құрылған. Сол дәуірде Сталинді конституция деп аталған бас жұрт осынша советтік, социалистік республика мәртебесін алғандар тең дәрежелі ел санатына енген. Тіпті заң бойынша олар одақтың құрамынан шыға алатында құқығы болған. 1960 жылы Ташенов заңдағы осы бапты пайдаланып, Хрущевті қорқытатыны осымен байланысты. Демек, 1936 жылы қазақ еліне мәңгі бақи Ресейдің құрамындағы тәуелді субъекті болып қалып кетуі қаупі төніп тұрған. 1932 жылы аштықтан соң қазақтар өз алдына ел болып кете алмайды. Мәдениеті мен экономикасы тұралады, демографиясы құлады. Енді бұларды тіркеуге алып, сүйреу керек деген күбір-сыбыр Кремльде күшейіп тұрған. Темірбек бұның бәрінен хабардар. Ол қазақ елінің дербес республика бола алатын әлеуетін көрсету үшін Мәскеудегі 10 күндік шарасына тыңғылықты дайындалған. Саяси сауаты жоқ әртістер үшін бұл шара ойын-сауық сияқты көрінген, ал Темірбек үшін бұл тәуелсіздік мәселесі. 10 күндіктің сәтті өткені сонша, сол жылдың желтоқсан айында Қазақ СССР мәртебесін жойып, Қазақ СССР деген жаңа статус алды. Яғни басқалармен терезесі теңесті. Бір шетінен Кремль 1932 жылы геноцидтің жауапкершілігінен құтылу үшін аш бәледен қаш бәле деп бізді бөліп жіберуге асықты. Бұл тәуелсіз ел болудың бірінші қадамы болатын. 1991 жылы желтоқсан айында СССР тараған кезде осы мәртебені пайдаланып, Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алып Ресейден бөлініп кетті. Конституцияда мұндай мәртебесі жоқ татар, башқұрт, шешендер Ресей құрамында қалып қойды. Шешенстан сол үшін екі соғысты басынан өткерсе де сол күйі тәуелсіз республика бола алмады. Ел іші өнер кеніші деген мағыналы сөз бұрыннан бар. Бірақ 20 ғасыр бұл өнерпаздарға талантын тиімді пайдаланудың жаңаша нормасын ұсынды. Академиялық ортаға түсіп, табиғи талантын профессионализммен шыңдаған дарын иесі тұрмыстың тауқыметінен жоқтыққа тез жұтылады. Осындай мәдени апатты болдырмас үшін оқу озық елдер мәдени слет өткізеді. Бұл ел аумағында тардай шашыраған өнерпаз атаулыны бір жерге жиып, рухани қазынаңды безбендеп алуға септігін тигізеді. Слетте кімнің неге мұқтаж екені анық болады. Сосын әр талантты бейіміне қарай ірі оқу орындарға үкімет есебінен жөнелтеді. Осылайша мемлекет экономикалық өрлеуге түрткі болып тұратын мәдени қазынасын банкротқа жібермейді. 1934 жылы Темірбек нарком болған күннің ертесінде осындай слетті ұйымдастырады. Болжамы дәл шықты. Қазақ даласы талантқа толып жатыр екен, бірақ өнер бұлақтарының көзі дұрыс ашылмаған. Осы слетта Темірбектің тұзағына түскен талантты қазақтар Мәскеу мен Ленинградтың оқу ордаларына тегін жолдамалды. Сондай таланттың біреуі Әбілхан Қастеев. Оны Мәскеудегі Крупская атындағы көркем сурет студиясына жіберіп, арнайы 3 жыл оқытып алдырды. Әйтпесе,
Әбілхан Жүргеновке жолыққанша мал бағып жүрген қойшы еді. Егер осы слет болмаса, суретшілік таланты ашылмас еді. Мұхан Төлебаев та осы слетта Темірбектің көзіне түсіп бағы жанды. Жамбыл, Нұрпейіс Байғанин, Орынбай, Шашубай, Нартай, Бекежан, Тайжан Қалмағанбет сияқты халық ақындары да слетта танылып, өкіметтің қолдауына ие болды. Әйтпесе олар да ауыл арасындағы әңгімешіл көп қарияның бірі болып қалар еді. Динас сияқты мықты күйшінің бар екенін жұрт осы жиыннан білді. Бұл слет 1932 жыл алапат аштықтан кейін болған, яғни апаттан аман қалған 3 миллион қазақтың ірілерін сүзіп алған. Осылайша ел еңсесін тез түзеді. Біз қаласақ та, қаламасақ та, тарихтың дөңгелегі осылай айналып жатты. Яғни қазақтар көшпелі өркениетпен қоштасып, біржола отырықшы мәдениетке ауысты. Енді олардың мәдени сұранысын отырықшы өмірге қалай бейімдеуге мәжбүрсің. Темірбек осы істі де қолға алып, 1934 жылы жер-жерде, кәсіпорындарда, ауылдарда көркем өнерпаздық ұжымдар құрды. Музыка, драма техникумында қазақ ән күйін зерттейтін ғылыми кабинет ашты. Сол кабинеттің жанында халық музыка аспаптарын жасайтын шеберхана және ашты. Көкшетауда музыкалық аспап жасаушы шебер Қамар Қасымовты арнайы алдырды. Аштық апаттан соң ұлттық аспаптар жасайтын шеберлердің өзі жоқ болып кеткен. Олардың да қалған құтқан ұсталарын дереу өкіметтің қарауына алды. Темірбек ең алдымен Ленинградтың өнертану академиясының аспирантурасында оқып жүрген 27 жастағы Ахмет Жұбановты елге алдырып, домбырашылардан оркестр құруды тапсырады. Артынша оны ел шығып Ленинград композиторлар одағына жұмсайды. Мұндағы мақсат Қазақстанға шығармашылық көмек көрсететін профессионал музыканттарды тарту. Евгений Брусловский мен Александров қармаққа осылай ілігеді. Брусловскийге Қыз жібек операсын дайындауды тапсырады. Ол Жұмат Шанин мен Қанабек Байсейітовті қасына алып, Қыз жібек операсына қажетті әндерді іріктеді. Олардың әндерді іріктеуі мен орындауын Темірбек тікелей қадағалады. Халық әнін орындағанда ауытқып кетуге тыйым салды. Мүмкін болғанша әннің авторын дәл көрсетіңдер деп талап қойды. Тіпті ол декорация мен костюмнің эскизіне дейін қарайтын. Актерлардың тұрмыстық жағдайын қадағалап, әлеуметтік проблемасын дереу шешетін. Александровқа қазақ операсына би әзірлеу тапсырылды. Тізгінді берер алдында қазақтың тұрмысын зерттеңіз, әдет ғұрпы мен оған тән қимылдарды талғай біліңіз деп қатаң ескертті. Қыз жібектегі және одан кейінгі билер осылай пайда болды. Шара Жиенқұлованы шақырып, шара қарындас, сіз балерина биші боласыз, қазақтың би өнерін профессионал деңгейге жеткіземіз. Әлемдік классика биін шама жетер межеге дейін үйрен. Сен үшін Мәскеуден Александров деген бишін алдырып отырмын. Ол осындағы балет студиясын басқарады деді. Осы оқиғаны шара өз естелігінде бүй деп баяндайды. Профессор Александров әсілінде қазақ операсында би қоюға шақыртылғанды. Бірақ Жүргеновтің арнайы тапсыруымен маған хореографияның жүйесін, техникасын үйретіп, бишілік білімімді ұштады. 2-3 жаңа би қойып беруді де міндетіне алды. Күніне 6 сағат тынымсыз шыр-көбелек айналып, ұршықша зырылдау, көлденең керілген ағаш станокта тұрып, аяқ қолды созып, түрлі қимыл жасау денесі қатайып қалған 22-дегі әйелге оңай тиді деп ойлайсыз ба? Әлсіреп көтерем тоқтыдай құр тері қалды. Көзім шүңірейіп, мойым ырғайдай болды. Неге биші болдым деп жылаған күндерім де болды. Былайғы балериналар 9-10 жаста оқып, аттай 9 жылда игеретін классикалық балет мектебін айналасы 5 жылда бітірдім. Сөйтіп қиын да күрделі өнер техникасын әжептәуір игеріп, профессионал балерина деген атаққа ие болдым. Тіпті Темірбек шараны Лондонда өтетін дүниежүзілік халықаралық биінің фестиваліне қатыстырмақ болды. Александр Артемовичті шақырып алып, сізге тапсырма. Шұғыл түрде шараға 4 би үйретіңіз. Лондонға барамыз. Бал Браун, Келіншек, Былқылдақ және Мерген деген билерді меңгеріп шықсын. Осы бидің аттарын бекітіп, фестивальға қатысуға өтініш жібердім. Екеуіңізге 15 күн уақыт беремін, дайындықты бастаңыздар деді. Бірақ Шарапамыз Мәскеуге 12 күн жүріп жетемін дегенше СССР-дің фестивальға қатысатын бишілер легі кетіп қалады. Бұлар кешігіп жарысқа үлгермейді. Өзбек бишісі Али Ардобосты алдырып, Айман Шолпан музыкалық спектаклінің биін әзірлеуді тапсырады. Бидің техникасын Қаражорға, Қоян би, Келіншек, Соқыртеке, Ақсүйек сияқты қазақ билерінен алуды қатаң ескертеді.
Спектакльден соғды емес, көшпелі қазақ мәдениетінің детальдары көрініп тұру керек. Айман Шолпан спектакліне музыканы Коцик жазды. Қуғын сүргіннен қашып, қырғыз асып кеткен Жұмат Шанинді елге келіп, театрдың көркемдік жетекшісі етті. Театрдың көркемдік жағын Жұмат Шанин басқарғанымен репертуар тыңдау, сахналау, музыкасын тыңдау, суретшінің жұмысын тексеру, материалдық жағдайды реттеу, әрі қаржы көзін табуды Жүргенов өз мойнына алды. Ол жерден қазса да қаржы тауып, өнерпаздардың жоқ жітігін түгендейтін. Ахмет Жұбановтың мынадай естелігі бар. Бір күні ол жаңа ұйымдастырған оркестр ұжымымен сауат ашу жұмысын жүргізіп жатады. Партасы, үстелі жоқ жереденді үйде пешті тақтай етіп сабақ өткізіп жатқанда Жүргенов кіріп келіпті. Ол партасыз, тақтасыз, қағаз қаламсыз өтіп жатқан сабаққа таңырқап, бұларың не? Жоқ болса маған неге айтпадың деп ренжіпті. Ахмет қысылып, сіздің жұмысыңыз көп қой, мазаңызды алуға ыңғайсыздандым депті. Сонда Темірбек, әй Ахмет, сен білесің бе, сен тарихқа қазақ деген халықтың жаңа заманға лайық ұлттық аспаптар оркестрінің тұңғыш ұйымдастырушысы болып енесің. Мен бүгін наркоммын, ертең нарком емеспін. Мен сенің оркестріңнен үлкенмін бе? Бұдан былай кез келген мәселеде маған тікелей кел, есігім ашық депті. Тәуелсіз Қазақстанның мәдениет министрлері мұндай мінез бен ақыл парасаттан адыра қалғалы қай заман. 32 жылдың ішінде бірде-бір министр ұлттық өнер қорғандарымен жүзбе-жүз кездесіп, олардың мұң-мұқтажы мен ұлттық қиындығын жан жүрегімен елжіреп тыңдап, проблемаларын жанкештілікпен шешіп беруге ықыласты болмады. Байқасаңыз, Темірбек Қазақстанның экономикалық ахуалы әлжуаз шақта ұлттық оркестрге қолдау көрсеткен. Ал қазір мұндай есебінен қаржы теңіз боп құйылған кезде мәдениет министрлері ұлттық өнерге бір мысқалда үлес қоса алмады. Олар алдында болған өнерпаздарға министрлікте ақша жоқ деп аузын қу шөппен сүртуден танған емес.